Құрметті бауырым, алтын бауырым, Абай атамыз өзінің қара сөзінде адам баласы үш сұраққа жауап таппаса, бұл дүниеде бақытсыздыққа ұшырайды дейді. Қайдан келдім? Не үшін келдім? Қайда барамын? Қайдан келгеніміз белгілі, Аллахтың тарапынан келдік. Қайда баратынымыз белгілі, Аллахтың құзырына барамыз. Не үшін келдім? Бұл өмірге келгендегі мақсатым не? Алла тағала Құран кәрімде «Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун» дейді. Алла тағала жындар мен адамдар тайпасын өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. Демек, біздің жаратылған мақсатымыз құлшылық ету үшін. Соны ұмытпайық, соны естен шығармайық.